Сәлем достар, менің есімім Зәуре. Менің ардама қош келдіңіздер. Бұл видеода мен білетін 5 тілде сөйлейтін боламын, және соңында мен үйреніп жатқан және үйренгім келетін 6-шы тіл туралы айта кетемін. Әр тілде кішкене өзім жайлы және әрбір тілді не үшін меңгергенім туралы айтамын. Ал бастайық. Of course, I have learned English as many of us at school, at university. For so many years of learning English, I found myself in the situation that I wasn't able to actually speak it properly. Only when I have started working, I started to learn to speak English. I surrounded myself with foreigners, I traveled a lot, and this is how I actually learned it. Ich habe Deutsch studiert. Ich wollte einen Master in Deutschland machen, aber das hat nicht geklappt. Ma õppisin Eestis Tartu Ülikoolis arvutiteadus magistriõppes. Ma elasin Eestis 2,5 aastat. Mulle meeldis eesti keel õppida, sest eesti keel on väga ilus ja meloodiline keel ja eesti keele grammatika on sarnane kasahhi keele omaga. Ma elasin ka Tallinnas ja töötasin seal pangas. Sen flyttade jag till Sverige och gifte mig. Min man och jag bor i Stockholm. Jag väntar på mitt uppehållstillstånd. Det är en mycket svår och frustrerande process, men min man och jag stöttar varandra och går igenom svårigheterna tillsammans. Және мен 6-шы үйреніп жатқан, үйренгім келетін тіл ол араб тілі. Мен өзіме мынандай кішкене кітапша алғанмын. Бұл кітапшамен мен араб тілін алфавитін, әріптерін жазуын және оқуын үйреніп жатырмын. Араб тілі бір ерекше тіл деп ойлаймын, өте романтикалық тіл. Негізі біз кішкентай кезімізден Құран естіп, азанды естіп үйреніп қалғаннан кейін маған араб тілі өте жақын болып естіледі, жақын болып көрінеді. Айттым ба, айтпадым ба, ол менің күйеуімнің ана тілі болғаннан кейін мен араб тілін үйренгім келеді. Және де араб тілі қазақ тіліне ұқсастар дыбыстар болғаннан кейін, ұқсас бірдей сөздер болғаннан кейін маған сәл оңайырақ сияқты ол тілді үйрену. Және маған өте қызық. Жалпы мен тілдерде үйренгенді ұнатамын. Пікірлерде сіздер қандай тіл үйреніп жатқан туралы айта кетсеңіз, өте қуанышты боламын. Және бұл видео тіл үйренуге мотивация берді деген үміттемін. Ал егер сіз мен жайлы немесе емес және өзін дамыту, Швециядағы өмір туралы естігіңіз келсе, осы каналға жазылуыңызды сұраймын. Келесі кездескенше сау болыңыз.